Армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы және біз бүгін балалар анимациясы жайында әңгіме қозғаймыз. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Қазір қазақ анимациясына осы жылы 54 жыл толыпты. Ең алғаш жаңағы 67 жылы алғашқы фильм шыққан екен. Және осы бағдарламаға дайындалу барысында мына нәрсені байқадым, және тек қана дайындалу барысында емес, мен білесіздер кино саласымен айналысам, жалпы байқаған нәрсем осы қазақ аниматорлары басқа өнер салаларындағы адамдарға қарағанда әлде қайда ұйымшыл сияқты, бәрі бірін-бірі танитын сияқты, сондай бір менің байқағаным. Расында да солай ма, жоқ әлде? Солай. Анимация саласы өзі сондай да, жалғыз адам еш нәрсе істей алмайды. Біз бір 50-60 адам жинап алып жұмыс істемесек, сондықтан шығар енді бәрі бірімізді танимыз. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстандағы анимация саласы өте үлкен күйзелісті бастан кешірді. Ол өте ұзаққа созылды. Сол аралықта көптеген буын жоғалып кетті деп айтса да болады. Көптеген өзінің шығармашылық қиялын соңына дейін жеткізе алмаған қаншама ағаларымыз дүниеден озып кетті. Мына осы жерде отқан балалар сол кісілердің шәкірттері негізінде. Сол дағдарыстың бәрін біз өз көзімізбен көрдік. Бәріміз ұлттық өнер академиясының түлегі болдық. Барлығы біздің көз алдымызда өтті. Сосын бәріміз жақсы мамандар болып, белгілі бір мекемелерге келген кезде сол жауапкершіліктің бәрін қолға алғымыз келді. Жаңа сіз айтып отырған бірлік деген оның тамыры тереңде. Біз мысалы осы қауымдастықты сақтау үшін, осы мамандарды сақтау үшін әмен анимациялық фестивалін құрдық. Жаңа сіз айтып отырған қауымдастықты былайша айтқанда заңдастырдық десек те болады. Қалай жастарды қолдаймыз, қалай үлкендерге құрмет көрсетеміз, қай бағытқа жылжимыз деген сияқты нәрсенің бәрін біз жаңағы осындай талқылаудан басқа бір деңгейге көтердік. Енді сол бағытта жылжып жатырмыз. Ол көзге сыртқа солай көрінгені біз үшін ол жеңіс, қуаныш. Біз оған ұзақ келдік, жігіттер, Өте расында да жаңағы сол нәрсе байқалады. Анимациялық фестиваль жасап жатырсыздар. Оның аты жаңағы әмен. Әмен жаңағы Қайдаровтың атынан құрметіне. Өте маңызды нәрсе. Өйткені әмен Қайдаров жаңағы әсіресе қазақ анимациясының негізін қалаған тұлға. Сол кісіге бір құрмет көрсетулеріңіздің өзі маңызды. Біздің осы саланың үлкен басты ұраны десек те болады, ол жаңағы үлкен аға буынды жоққа шығармаймыз, құрмет тұта отырып, жаңа буынды өсіріп шығару. Біз сол өзімізді жаңа буын өкілі деп негіз санаймыз. Енді 54 жасқа келіп отыр. 54 деген аз емес. Жалпы өздеріңіз бағалайтын болсаңыздар қазақ анимациясын, бұл 54 жастағы қазақ анимациясы қалай? Расында да 54 жасындағы болмысқа ие ме, әлде одан да тәжірибелі болмысқа ие ме? Тарихқа қарасақ кішкене қиындықтар болды. Екі кезең ғой қазір. Совет одақ кезінде Әмен Қайдаровпен басталады бізде. 90-шы жылға дейін дамиды жақсы. Жақсы дамып көп фильмдер түсіріледі. 100-ден көп фильмдер түсірілген, мультфильмдер қазақ фильмде. Көп режиссерлар болған, көбісі ВГИК-тің студенттері. 90 жылда тоқтап қалады анимация бізде. Бір 10 жылға дейін тоқтайды. Оның себебі не? Тоқтап қалады? Экономика, перестройка. Ол кезде жылда 2 фильм болса да түсіріліп жатты да? Түсірілді, енді ол 2 фильм практически. Жаңа фестивалдың атын Әмен Қайдаров атамыздың атында қойған себептері қазақ анимациялық кино өнерінің атасы деп алғашқы қарлығаштың құйрығын негайыр жасады. Сонымен бірге қазақ анимациялық кино өнерінің бүгінгі тағдыры тікелей сол кісімен байланысты. Яғни ол кісі кейін Қожа Насыр құрылысшы, Ақсақ Құлан, сол керемет мультфильмдер жасады. Соның нәтижесінде 75-76 жылдар Алматыда бүкіл әлемдік анимациялық кино режиссерларының халықаралық форум өтті. Яғни Уолт Дисней, мықты әлемдік дүние жүзінен бүкіл келді. Сонымен бірге қазақ фильмдегі осы анимациялық орталықтың беделі артып, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Башқұртстаннан, Татарстаннан арнайы оқыған студенттер бізде қазақ фильмге жұмыс жасай бастады. Кейін қалды бүгінгі таңда бізге ұстаз болып сабақ берген кісілерді осы жақта. Яғни бедел өте жоғары деңгейде болды. Өкінішке орай тәуелсіздіктен кейін осы анимациялық кино саласында ақсақ қалды. Сол кемшіліктің орнын толтыру үшін Әмен Қайдаров атамыз
жасы да кеп қалды, пенсияға шықса да жүріп өнер академиясынан осы мамандықтың ашты. Сонымен бірге қазақ фильмінің ішіне осы академиялық анимациялық студия деп студия ашқызды. Сол кісінің арқасында былайша айтқанда қайтадан жан жүріп, біз ол кісінің көзін көріп, шәкірті болып, тәлімін алып қалдық. Бүгінгі таңда Қазақстан бойынша Алматыда, Астанада Қазақ ұлттық өнер университетінде, Шымкентте Қастеев колледжінде, сосын Жүргеновтың колледжінде 4 оқу орнында арнайы мамандар дайындалады. Яғни 50 жылда ең жеткен биік деңгейі қарлығаштың құйрығы негайыр болып қалған болатын. Ол Нью-Йорктан жүлде алды. Сосын сол орынды кемшілікті толтырып 2018 жылы, мұзбалақ шыққан жылы сол шықты да, сол яғни қазақ анимациясының 54 жылдағы жеткен ең биік деңгейі мұзбалақ болды. Өйткені ол Ресейден алды, Израильдан, Германиядан алды анимациялық фильм үздік режиссура деген. Яғни бұл қазақ анимациялық кино өнерінің мақтанышы. Анимация бөлімінде оқығысы келетін талапкерлердің сұранысы қалай? Көп пе талапкерлер әлде? Қазір қызғыш көп қазір. Жастар академия колледжға да бармаса онлайн курстарды алып, өздері оқып, бізді тауып, келіп. Жалпы жаңа айттық қой, тарихта айтып келе жатқанда бір тарихта бір маңызды сәт бар. Ол 2010 жылы Балапан телеарнасы ашылды. Қазақстандағы анимация өндірісі тоқтап қалған кезде анимацияны дүр сілкіндірді десе болады. Еліміздегі сол сәтте 100% анимация тапсырыс мемлекеттің қолдауымен ашылды. 100% анимациялық қажеттілікті жапты. Ол кезде де қазақ фильм жағдайы қандай болатын жігіттер айтып берер. Бірақ сол 2010 жылдан бері 10 жыл ғой. Жалпы қазіргі күнге дейін еліміздегі анимацияның 90-95%-ын Балапан телеарнасы тапсырыс беріп жандандырып отыр. Жалпы одан кейінгі жаңағы анимацияның дамуы тікелей Балапанмен болды. Ал осы күні бір өзгерістер болып жатыр. Ұлттық киноны қолдау орталығы құрылды. Енді сонымен бірге қазір кино заңы жасалып жатыр. Оның ішінде арнайы жыл сайын тұрақты түрде анимациялық фильмдер шығып отыру керек деген баптары бар. Яғни бұның өзі бұған дейін 2004 жылға дейін үзіліп келді ғой, жасалмады. Одан кейін қазақ фильмінің ішінде жыл сайын 3-4 мультфильм, кейде 5-еу қысқа метраж солай шығып отырған болды. 2015-16-да үзіліп тоқтап қалды, 2 толық метражды фильм болды. Сондай кемшілік болмайды. Жыл сайын міндетті түрде толық метражды фильм, қысқа метражды мультфильмдер жіберіліп отыр. Сосын оқыған мамандар көп сандысы жұмыс таппай, әрбір салаға дизайнер, полиграфияға, сол әрбір салаға кетіп қалып жүретін. Балапан телеарнасы ашылғаннан кейін тапсырыстар пайда болды. Сондықтан да мамандар жан-жаққа шашырап кетпей, осы өзі оқыған маманда бойынша жұмыс істейтін мүмкіндіктер туды бүгінгі таңда. Балапан телеарнасы қазіргі күні 30 анимациялық жоба жылына түсіреді. Жылына 30. Ол анимациялық жоба деп жалпылама атап тұрмыз ғой, бұл мультхикаялар. Жалпы Балапан телеарнасы толық метрлі мультфильмдер түсірмейді, қысқа метр түсірмейді, бірақ телехикаялар жасайды. Біздің жылдық өндірістің көлемі 1500 минуттан 2000 минутқа дейін. Өзіңіз ойлаңыз, бұл өте ауқымды үлкен жұмыс. Біз Балапан телеарнасы ашылған жылы біздің елімізде анимациялық студия 1-2 ғана болды. Соның бірі Дишат Рахмадуллиннің жаңағы студиясы болатын. Одан бері өзіңіз қараңызшы, 30-дан астам жеке студиялар пайда болды. Дәл бүгінгі күні қаншалықты бұл саланың өскенін осыдан ақ көруге болады. Оның ішінде үлкен халықаралық деңгейде нәтиже көрсетіп жүрген жұмыстар бар. Былайша айтқанда ол жалпы тек Балапанның ықпалы демекші, Балапан бір тарихи сондай құбылыстың орындалуына бір үлкен себепкер болды. Дәл бүгінгі күні бізге басқа да шешімдер керек екенін түсініп отырмыз. Өйткені нарық қалыптасты, нарықта үлкен студиялар пайда бола бастады, шетелмен жұмыс істейтін студиялар пайда бола бастады. Соның барлығы енді дамудың жаңа кезеңінің алдында тұр. Оның барлығын жаңағы тек қана Балапан телеарнасының ауқымында шешу мүмкін болмай отыр. Оны мен басшы болсам да көріп отырмын. Сондықтан да қазіргі біздің талқылауымыз енді біздің анимацияның тағдыры қалай болады, біздің баратын жеріміз қалай болады деп ойлап, соны өзіміз күн сайын талқылап келе жатырмыз. Сіз жаңағы анимациямен Қытайда жүрген кезіңізде
таныстыңыз, иә? Таныстым, аха. Және сонан соң Қазақстанға келіп, Шабыт университетінде Иә, сонда. білім алдыңыз. Екі жақта анимация білімінде бір айырмашылықтар бар ма? Енді айырмашылық бар, өте үлкен. Өйткені Қытай деген толыққанды өзін қалыптастырған кәдімгі анимация саласында барлық бүге шігесін білетін үлкен ел болып отыр. Мысалға бізде енді 54 жыл деп айтып жатырмыз, жаңа неміз жасымыз, бірақ жаңа ортадағы бір себептерге байланысты мысалға 54 жасқа кішкене лайық емес деп болып тұр. Бірақ қазіргі беталысымыз, қазіргі талпынысымыз, қазір жаңадан шығып жатқан артистер, болмаса осы анимацияға жанашыр болып жатқан жаңадан келіп жатқан кісілер, ол енді анимацияның бұйырса алдағы болашағын енді жақсартып көрсететініне сенімдіміз. Енді Қытаймен болған кезде, енді Қытайда қанша миллиард халық бар, экономикасы қаншалықты мықты, соған сай анимацияға көңіл бөлуі де өте жоғары деңгейде. Өйткені ол жақтағы ең жақсы түсінік, жаңағы елдің болашағына, балалардың өсуіне ол анимация бірінші түрде идеологияны беретін құрал ретінде қарайды. Сондықтан оған өте үлкен жаңа көңіл береді. Иә, мән береді. Сондықтан оған жаңа университеттегі оқыту талаптары болсын, болмаса оған жасалған жағдай болмаса жаңағы оқу туралы жарнамалар болсын, ол ауқымды деңгейде болады. Енді нақтылы студент ретінде мен өзім оқып көргеннен кейін түсінген жағдайым, ол жақта негізінен әрбір студенттің өзінің талабына сай, жаңағы университет деңгейінде, университеттің жоғары отырған кісілерден бастап, сол балалардың жаңа таланттыларына ерекше бір көңіл бөледі екенді, сол адамдарды алып шығады екен сол жерде. Содан сол балалар ертең жаңа өзінің студиясы болып не істегенде, ол өзіне солай жинайды, жаңа өзінің талабындай. Сондай бір жақсы системалар бар екен. Бәсекелестік жоғары. Бізде бәсекелестік қалай? Қазір мықты болады. Қаншама студия бар қазір балапан арасында. Қорқпайсыз ба сіз, өйткені алғаш студияларды құрған адамсыз, бәсекелестеріңізден? Біз уже ветеран болған сияқтымыз. Бәсекелестік бізге өте жақсы негізі. Өйткені өзіміз болайық, болмаса біздегі жұмыс істеп жатқан жігіттер болсын, барлығы осы студиялар азырақ кезде жаңа балапан енді шабыттанып жұмыс істеп жатқанның алдында біздің жігіттер кішкене көбірек шай ішетін. Кейін компания көбейгеннен кейін шайды тоқтатты. Бізде мынау сіздер енді төртеуіңіз де отандық мектептің түлегісіздер. Еліміздегі анимация бөлімдерінде бала психологиясы деген сабақ оқытыла ма? Бала психологиясы деген арнайы анимациялық кино режиссерларға оқытылмайды, бірақ та режиссерларға бірінші, екінші курста психология деген жалпылама, жалпы психология. Бұның орнын басу үшін біз балапан телеарнасында әрбір жобада жеке бала психологын болуын міндеттейміз. Тіпті оны құжат негізінде бекітіп жатырмыз қазір. Енді алдағы уақытта әрбір студия сценарийін, концепциясын міндетті түрде бала психологымен талқылап алу керек деген талап бар. Сондықтан да оны солай да шешуге болады. Бұл анимация саласы мына адамдың қабылдауының өте бір нәзік тетіктермен байланысты болғандықтан бұл жерде міндетті түрде мамандар тыңдау керек. Сіз айтып отқан психолог қана емес, біз әлеуметтанушылармен, тарихшылармен, музыканттармен, композиторлармен, дыбыс режиссерлармен, содан кейін мысалы кейбір жағдайда нейролингвистикамен, психологиямен айналысатын мамандармен де кеңесіп отырамыз. Өйткені бұл сала мына карантиннің келуімен, пандемияның келуімен, болашақта мысалы VR технологиялар дейді, түрлі болашақ осыған кетіп баратқандықтан бұл салаға аса жауапкершілікпен қарау керек және сол мамандардың бәрін тарту керек. Мысалы бізде 20 тұлғаның өмірін баяндаған Дара тұлға деген жоба болды. Мысалы үшін айтайыншы, сол жерде 20 тұлғаға 20 тарихшы, тіпті институттар жұмыс істеді. Мысалы Әлкей Марғұланға отбасынан бастап институт өмірбаян жасауға көмектесті. Мысалы кез келген тарихи тұлғаны алсақ, үлкен құрылымдар көмектесті. Сондағы сценарийдің көлемі бір бетке жетпейді, өзіңіз ойлаңызшы. Бұл жерде жазылған нәрсе кем дегенде 10-20 жыл балаларға қызмет ететін болғандықтан біз осы уақыттан сәл озып жасауымыз керек, озып жүруіміз керек. Сондықтан да бұл сала жаңағы тек шабытпен, өнермен байланысты, бұл жерде тек қиял деген нәрсе, ол ондай бұл жерде принцип жоқ. Бұл жерде озу керек. Бүткіл ғылым салаларының бәрін басын қосу керек. Әсіресе әлеуметтану, әсіресе жаңа қазіргі тенденциялар, бүткіл әлемде өзіңіз көріп отырсыз, адам құқықтары, бала құқығы, жалпы адамның қақы деген мәселелер көп шығып жатыр. Соның бәрімен бірінші
балаларға контент жасап отқан мамандар соқтықсады. Оны үлкен қоғам әлі білмейді. Үлкен қоғам оған 3-4 жылдан кейін келеді. Ал біз бірінші сол толқындарды сезіп, біз балалармен жұмыс істей бастаймыз. Сондықтан бұл сала белгілі бір деңгейде қоғамнан озып бара жатыр. Кейде біздің экономикалық мүмкіндіктеріміз соны жүзеге асыруға бізге мүмкіндік бермейді. Біздің жоспарымызбен сәйкес келмей жатады. Десе де осы анимация саласы Қазақстандағы белгілі бір деңгейде өзінің потенциалы өте жоғары деп өзім маман ретінде бағалаймын. Осы себептерді көзбен көріп отқандықтан. Жоғары екені көзге көрінетіндей жағдайда қазір мынау креатив индустрия деген ұғым бар ғой. Жаңағы бұл индустрия кәдімгі мұнай саласы немесе экономикалық сала сияқты мемлекеттік бюджетке ақша құятын бір жағдай. Және бұл батыста өте қазір көптеп қолға алынып жатыр. Мынау креатив саласы бұл музыка, театр, кино, анимация деген сияқты бұл салалардан да жаңағы бюджетке ақша қосып, жаңағы халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бұл тұрғыдан қарайтын болсам, мысалы үшін бір анимация саласында бір индустрия пайда болған сияқты. Қазіргі кезде 3 негізгі қаладасыздар. Дұрыс түсінген ба? Жаңа Астана, Алматы және Шымкент. Дұрыс айтасыз. Шоғырланған. Бірақ мамандар әр қаладан келеді. Қазір біз онлайн жұмыс істеуді үйреніп алдық. Мысалы, оларға Алматыға келу, Астанаға келу міндетті түрде емес. Қазақстан барлық қаласында мамандар отыр қазір. Мамандар отыр. Өткенде ғана февраль айында Ақтөбе қаласы бізді мастер-класс өткізуге шақырды. Жастардың шығармашылығы. Оларда да мықты мамандар бар. Бұл кісілер көбінесе анимация түсіргілер келе ме, әлде жалпы график дизайнды үйреніп, жаңағы медиа саласында еңбек еткенді қалай ма? Біз көретіндер көбінде анимация. Бізге нақты аниматорлар, режиссерлар, звукорежиссерлар, композиторлар қапыраласады. Жаңа сіз айтып жаттыңыз ғой, индустрия ретінде анимацияны көру деген тақырыпта. Сол тақырыпта ойлаймын, мысалға жаңағы Disney компаниясы болсын, DreamWorks болсын, мысалға америкалық үлкен компаниялар болмаса, Еуропадағы үлкен компаниялар. Олар енді 100 жылдық тарихтары бар, сол уақытта қаншама тәжірибені көрді, бірақ оларда енді Қазақстанмен салыстырсақ, мысалға біз 54 жыл деп отырған кезде де, оларда ең бастысы өзінің халқы бар. Сол идеологияда, сол неде мәдениетте қалыптасқан халқы бар. Сондықтан олар неше түрлі эксперимент жасады сол кезде. Неше түрлі бағытта анимациялар жасады. Сонымен қазіргі бүгінгі Disney, бүгінгі Blue Sky сол сияқты үлкен компания болып отыр. Олар бір нәрсе шығарады, оның сценарий қаншалықты әдемі болмаса, кейіпкерлер қаншалықты несіне қарамай, барлық адам оны көреді. Олар өздерінің кассалық мәдениетін қалыптастырған. Енді Қазақстанда мен ойлаймын, мысалға қазір артистер бізде бар. Жаңашылар көбейіп келе жатыр, бірақ бізде ең үлкен мәселе ол тура біздің халық санымыз болмаса, бізді көретін көрерменнің жаңағы саны, бұл айтқанда біздің үлкен деңгейдегі Disney сияқты болмаса, сол сияқты анимацияны жасап шығуға қазірге келмейді. Сондықтан оған егер индустрия ретінде қарайтын болсақ, мысалы Малайзия деген сияқты енді халқы қатты көп емес, басқа алпауыт елдерде, бірақ олар жақсы істеді. Оларда мемлекет тұрғысынан үлкен көмектер болды. Бірінші аутсорсинг мемлекет ретінде әр елдің жаңағы жұмыстарын алып, екінші қолға істейтін компанияларын дамытты. Соған көптеген көмектер жасады. Сосын бұл компаниялар өз аяғынан тұрып алғаннан кейін барып, енді өздерінің жаңағы жұмыстарын істейтін болды. Олар ағылшын тілінде сөйлейді, сондықтан олардың істеген жұмыстары басқа елдерге де шықты. Мысалға сериал ретінде. Жапонияда ағылшын тілінде түсіреді. Сонда жалпы мысалға біздегі айтпақшы әңгіме, жаңағы артистеріміз бар, болмаса барлық жағдай жасалған. Енді сол сондай бір үлкен көмек, қолдау болатын болса, қаншама уақыттық осы нәрсені тәрбиелеу, өсіру, сондай жағдай болатын болса, біз де оған келеміз. Енді қазіргі жағдайда қиындау. Жаңағы бір сөз қоса кететін қасиеттікіне. Негізі бұдан бұрын бізде Қазақстандағы бизнесмендер, кәсіпкерлер, анимациялық кино саласына мемлекеттің өзі де көп көңіл бөлмеу басты себебі анимациялық кино жасау үшін біріншіден көп уақыт кетеді, көп еңбек кетеді. Яғни көп қаржы кетеді. Сондықтан да жеке бизнесмендер бірден ақшасын салғысы келмейді о жаққа. Ал мемлекет аз теңізден тамшы тамызғандай ғана бір мүмкіндік беріп ғана отырды. Бұл дәл қазақ анимациялық кино өнері үшін, ұрпақ тәрбиесі үшін аздық қылады. Өте аздық қылады. Өйткені қазір қалай жағдай? Қазір көмектесіп жатыр ма? Қазіргі де жеткіліксіз. Қазіргі көмекті өйткені
кезінде айтып отырмыз ғой, 4-5 студия болса, 6-7 студия болса, соған жеткілікті еді. Бүгінгі таңда 30-дан астам анимациялық кино студия бар. Мамандардың өзі, жас мамандардың өзі 200-300 мыңға дейін жететіндері бар, өздері істеп жүргендерін бәрін қосып санайтын болсаң. Яғни бұған дейін бізде ақталмайды, Қазақстанда 18 миллион жан саны бар, өзін өзі ақтай алмайды кинотеатрлағы деген көзқарас болды. Оны дәлелдеді, мысалы үшін игровой кинолар ақтай алатындығын. Ал сол сияқты мемлекет егер 50-50 деген сияқты 50% қаржыны біздің студия шығарса, 50% мемлекет шығаратын болса, сондай тәуекелдік қадамға баратын болсақ, міндетті түрде ақтай алады. Қазақстаннан ақтай алады, ал ары қарай СНГ-дағы түркітілдес елдерге кетіпті керек болса Еуропаға дейін шығаруға болады. Яғни балапан телеарнасынан да Америка недер қызығып сатып алып жатыр ғой жобаларды. Қазір біздің өнімдер Америка, Латын Америкасы, Ресей секілді мемлекеттер тұтынып отыр бізде, сатып алып отыр. Балапан каналының тапсырысымен түсірілген жобаларды сатып алып өздеріне көрсетеді. Белгілі бір деңгейде қазақ анимациясына байланысты стереотиптер өте көп болды. Қазақтар мультфильм түсіре алмайды, өте сапасыз түсіреді деген сияқты. Қазір біз ол кезеңнен өте бір ерлікпен шығып отырмыз. Оның өзін түрлі деңгейдегі жаңағы адамдарға, қоғамға түсіндіру өте қиын болды. Сіз мысалы сен жасай алмайсың десе, мен жасай алам деп айту қаншалықты қиын, түсінесіз ба? Сондықтан да бізге фестиваль жасау керек болды, бізге шетелге сатылу керек болды. Тіпті жаңа Қасиет бауырымыз айтып отырған сияқты, бізде шетелге аутсорсинг жасайтын қазақ мамандар пайда болды. Енді бұл нарықтың бәрін осылай өзің дамы, өзің ашық нарықта, өзің бәсекелестікке түсіп, жаңағы дамбал деп айтуға да болады. Бірақ дәл бүгінгі күні біздегі болып жатқан жағдайлар осыны жүйелеуді талап етіп отыр. Өйткені нарық үшін, нарықтағы мамандар үшін балапан телеарнасы сосын қор, жаңағы біздің ұлттық кино қоры аздық етіп отыр. Сондықтан да біздің мамандар Қазақстанды қойып, шетелдерден тапсырыс іздей бастайды, шетелдерге жүре бастайды. Әрине, оған қуану керек, бірақ бүткіл дамыған елдер, жаңағы алпауыт елдердің өзі анимациясына белгілі бір деңгейде қаражат салып, оның дамуына ықпал етіп, соның пайдасын көріп отыр ғой. Сондықтан да бұл жерде бір кешенді үлкен шешім керек. Бұл саланы жаңағындай өзін дамып ал, өзі қайда барып тіреледі, соған дейін көрермен болайық деген позиция бұл жерде өте дұрыс емес. Өйткені дәл бүгінгі күні біз мамандар Қазақстанның анимациялық әлеуеті үлкен екенін көріп отырмыз. Үлкен дүмпулер алдағы уақытта болады, міндетті түрде болады. Бірақ оның барлығы жаңағы мемлекеттік үлкен бағдарламалардың көмегімен болса, тіпті керемет болар еді. Өйткені қазіргі біздің жастардың барлық уақыты, мысалы мен ресми мемлекеттік телеарнаны басқарып отырсам да, мен осы саладағы мамандардың жастық шағы, күші, шығармашылық мүмкіндіктері, қаражат іздеумен өтіп бара жатқанын көріп отырмын ғой. Мен өйткені бұл жігіттерді 17-16 жасынан бері білемін. Одан бері 20 жыл өтті. Осы мәселе бойынша, мысалы үшін байқаймын, жаңағы ассоциация құрылған. Ассоциацияның негізгі міндеттері не? Бұл өте мен үшін қатты қуандым, өйткені басқа салаларда бұндай ассоциациялар жоқ. Бізде киносыншылар ассоциациямыз ғана бар. Ол да мысалы үшін сол ассоциация құрылғалы бері киносыны Қазақстанда өте жақсы дами бастады. Сондықтан да мысалы үшін сіздердің ассоциацияларыңыздың негізгі мақсаты не? Енді қанша адам мүшелері? Бізде Қазақстандағы анимациялық кино студиялардың қауымдастығы, яғни заңды тұлғалардың кино студиялары. Бүгінгі таңда 8 анимациялық кино студия, 3 оқу орталығы бар, 1 қор. Бұнда біз бұны құрудағы бас себебіміз, бұған дейін біз әркім өз бір-бірімізді жақсы танимыз, білеміз, анимация саласында нақтылы еңбек етіп жүрген анимациялық кино студияларды. Сосын сол кезде мемлекет жағынан сөздер қозғала бастады. Қазақстанда анимациялық фильм жасау керек. Оған шетелден мамандар келу керек, режиссерлар. Не болмаса Қазақстан қаржыны шетелге беру керек. Өйткені білеміз, кезінде Ертөстік және Айдағар деген мультфильм жасалатын кезде Украина мен Ресейден шақырдым режиссерларды. Олар мүлде басқа көзқарастар, ұлттық идеология мүлде жоқ. Бірақ алатын қаржы қыруар қаржы. Сонымен бірге Қазақ елі деген елуме қандай сериал жасалды, мемлекеттің арнайы тапсырысымен қыруар ақшаға, бірақ оны Украинада, Беларусьта, сол шетелдерде жасады.
не үшін Қазақстанның ақшасына шетелдің мамандары алып жұмыс жасау керек? Қазақстанның өз мамандары не үшін екі қолға бір күрек таппай қарап отыру керек деген ой бұл. Сол үшін жан таласып біз өзіміз қолға алып, өзімізді дәлелдедік мүмкіндіктерімізді. Сосын 2017 жылдар тағы да сөз шыға бастады. Шетелге беру керек, толықметражды фильмдер жасау керек. Бізде тек шетелге ғана еліктеп қалғанбыз ғой. Сол кезде өз студиялар біріктік. Жарайды, біз қазақ анимациялық кино студиялар өз құқығымызды қорғайық. Сосын қазақ анимациясын алға ілгерілету үшін не істейміз? Яғни ғылыми конференциялар өткізейік, фестивальдар өткізейік, бірігейік, осы анимация саласында жанашырларға, қолдайтын орталықтарға өз көмегімізді, бағыт бағдарымызды ұсынайық деген сияқты болды. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда көптеген игі істер жүріп жатыр. Мынау солидаритет деген расында да өте маңызды нәрсе, жаңағы солидарность деп аударып жүр ғой, орысшасы ынтымақтастық. Бұл өте, яғни тек қана егер жеке-жеке бөлініп жүретін болса, студиялар арасында да көптеген табыстарға қол жеткізе алмауы мүмкін. Ал бірігетін болса, бір ассоциация құратын болса, әрі жаңағы үкіметтің алдында қорғай алатын сөздер болады. Әрі сонымен қатар бір-бірінің көркемдік тұрғыдан дамуына да әсер етеді. Көркемдік жағдайына қалай баға бересіздер қазіргі кезде қазақ анимациясына? Жалпы осы көркемдік жағдай дегенде анимация деген нәрсе жалпы үлкен бір шығармашылық еркіндікті талап ететін дүние негізінде. Өйткені біз сияқты, мысалы Қазақстан сияқты тарихымыз ұзақ болғанмен әлі өз стиліміз қалыптаспаған елге тіптен керек болады. Сол үшін әрбір еркін режиссер, еркін шығармашылық адамы өзінің өнерін сол жерде еркін түрде іске асыра алу керек. Негізінде осы қазақ фильмінің тарихына көз жүгіртетін болсақ, ертеде сол нәрсе жақсы дамыған. Өйткені жыл сайын бөлінетін толықметражды фильмдерден тыс бір 5-6 қысқа метрлі фильм түсіріліп отырды. Сол кезде керемет фильмдер шықты. Аңшы, Тас түлек, Мақтаншақ қыз, сол сияқты әртүрлі, Қошқар мен Теке әртүрлі бір өздерінің керемет стилистикалары бар, бір сондай нәрселер шығып жатты. Кейін сол әдет қазақ фильмде жоғалды. Тек толықметражды фильмдер қандай жағдайда? Ол тек осы стилистика қалпына келген жағдайда ғана қойылатын дүние. Келесі сату. Өйткені толықметрлі сондай үлкен шығармашылық жұмысқа біз ешқандай мысалға тәжірибе жасай алмаймыз. Сонда ол нәрсе жоғалған. Енді қазір бір қуанып мәз болып айтатын нәрсеміз, осы алаң тек балапан арнасында қалды. Осы шығармашылықтың еркіндік алаңы. Өйткені біз көріп отырмыз, байқап отырмыз, әрбір жаңадан шығып шыққан университетті жаңа бітіріп шыққан, болмаса университетте оқып жүріп, талантты болып жүрген балалар өзінің орнын тек балапан каналынан табады, өзінің майданын сол жерден ашып, өзінің шығармашылығын сол жерден дамыта алады. Бұл айтқанда қазіргі жақсы анимацияда енді көрініп жүрген балалар сол қазір балапан арнасымен жұмыс істеп жатқан кісілер. Балапан арнасы қай жастағы балаларға арналған? Біз ашылған жылдары 0 жастан 12 жасқа дейін болғанбыз. Бірақ ол аралықты қамту өте қиынға соға бастады. Сосын үлкен корпорация ішіндегі шешімдермен 8 жасқа шегердік. Яғни біз толыққанды анимация өндірісіне бағыт алған телеарнаға айналдық. Бұл мынандай қауіпті тудырмайды ма? Олай болатын болса, анимациялық фильмдеріміз де жаңағы 0-ден 8 жасар балаларға деген фильмдер көбейіп кетеді. Дұрыс айтасыз. 8 жасқа дейін жалпы көрермені балалар ғой. Біз жаңағындай жас категориясына мән беруге мүмкіндік алдық. 12 жасқа дейін жасасаңыз, сіз оны 1 жас, 2 жас, 3 жас, 4 жас деп бөліп жасай алмайсыз. Сіз тағы да ар жағында 6 жас категориясы тұр. Сондықтан да біз ең бастысы 8 жасқа дейінгі аудиторияны қамтысақ деген үлкен мақсат болып, осы бағытқа жастарды жұмылдырып отырмыз. Осы саладағы тағы айта кететін бір стратегиялық мән бар, балапан деп жігіттер айтып отыр ғой, рахмет. Бұл жерде үлкен бір себеп бар. Балапан нарықты жоғарыдан үстінен қарауға мүмкіндік алып отыр, нарықты ұйымдастырып отырған шешуші тетік болғандықтан біз сол жауапкершілікті жан дүниемізбен сезініп, бізге балапан емес, ол бір белгілі бір деңгейде одан да биік мұраттары болғандықтан жауапкершілік қиын әрине, бірақ соны біз сезініп отырмыз. Біз анимация қалай жылжу керек, биыл қандай тақырып көтеру керек, келесі жыл қандай тақырып көтеру керек, әлем қай тақырыпқа кетіп бара жатыр, біз міндетті түрде бізге жоба жасап отқан студиялармен
міндетті түрде талқылаймыз оны. Әлемдік тақырыптардан, трендтерден мүлдем қалуға болмайды. Бірақ белгілі бір деңгейде Қазақстан 1 жыл, 2 жылға әлемдік трендтерден қалып отыр. Мысалы, жай ғана мысал келтірейін. Қандай трендтер бар қазір әлемде? Қазір жалпы анимацияда тақырыптар бар. Адам жаны, кейіпкердің жаны деген сияқты. Өздеріңіз білесіздер, белгілі бір заманда супергеройлардың уақыты болды. Супергеройлар содан кейін жаңағы ұшып, қонып, неше түрлі ерлік істеп жүрді. Содан кейін олардың адамгершілік қабілеттерін ашу сияқты үлкен тақырыптар пайда болды. Олар жылайды екен, олардың да трагедиясы бар екен. Ана шкафқа кіріп алып, драмасы бар екен. Соның бәрін жасап, содан бәрінен өту керек. Содан кейін бір күні белгілі бір супергеройлар өзінің жаңағы қолдан жасалғанын біліп қалды. Робот екен. Сосын сол робот екеніне қарамастан ол соған қарсылық соғысын ашты. Содан кейін кейбіреулер жаңа қарсылық соғысынан бас тартып адамшылық жолын таңдады. Сосын қазір қарап отырсаңыз, әлем жасанды интеллект тақырыбына ойысып кетті. Жасанды интеллект болғанда да жаңағы сөйлейтін роботтар, мен анаумын, мынаумын деген тақырыптан өтіп әлем қазір жарты био дейді ғой, биороботтар. Жүрегі адамдікі, басқа жағы темір деген сияқты. Бірақ бәрінің әдемі эстетикасы бар. Осы тақырыптарға ұласып кетті. Қазір жаңағы біздің био адамдар, оларды робот демейді ешкім, олар қазір басқа ғаламшарлар зерттей бастайды. Ол жердегі тақырыптарға үндеседі, Илон Масктың Марсты игеру сияқты. Ал біз қазір, біз содан бір тақырыпқа кейін, біз деген роботтардың жанды болған кезінде жүрміз. Біз соны бар жан тәнімізбен осы саладағы жүздеген маман қуып жету үшін барлығын істедік. Біз 1 жылда, 10 жылда, 20 жылда атқарылатын жұмыстарды істедік. Ал қазіргі күні, сосын біздің қоғам қазір, мысалы әлемде супергеройлар бірікті. Білесіздер, бір фильмде 10 супергерой жүретін тренд пайда болды. Ал біздің халық әлі ондай кейіпкерлерді қабылдай алмайды. Бізде бір ғана кейіпкер жүрген. Біздің бүткіл болмысымыз тек бір геройды қабылдайды. Мысалы, Қасиет режиссерлік атқарған Дала ойындары деген жоба болды. 5 кейіпкер бар. Қасиет шетел көрген, шетелде жұмыс істеген, Европа үшін жұмыс істеген, маған айтады, бізде 5 кейіпкер. Мен айттым, ол 5 кейіпкерді біз қабылдамайды біздің халық. Бірақ біз экспериментке барып көрдік. Бірақ шынымен де шатасып қалды барлығы. Балалар ажырата алмай жоғалып кетті көндерде. Содан кейін біз келесі жылы корректировка жасап, әрбір кейіпкерге бір сериядан арнайтын. Бүгін Әмір, ертең Әлия. Енді біз тіпті оны 4 кейіпкерді артқа жылжытып, 1 кейіпкерді алдыға шығардық. Қазір біздің Жәнібек те, Дишат та 1 кейіпкермен жұмыс істеп жатыр. Жанына ақырындап екінші кейіпкерлерді қосу тенденциясы енді болып жатыр. Көріп отырсыз ғой. Бірақ бұның барлығы әлемде өте жылдам жүзеге асып жатыр. Ал технологиялық тұрғыдан қандай тенденция бар анимацияда қазіргі кезде? Бізде Қазақстанда технология жағынан жақсы дамып жетіліп келеді. Яғни кезінде айттық қой, жаңа кезінде қиын болды, ұзақ уақыт кетті деген сияқты. Бүгінгі таңда жаңа технологияны игерген мықты жастар бар. Мысалы үшін Қасиеттің командасы бұрын Астанада жалғыз 3D-да жұмыс жасайтын негізгі анимациялық студия болса, бүгінгі таңда оған бәсекелесіп басқа студияларда пайда болды. Біздің студияларда жұмыстар жасап, арнайы оқытып жатыр мамандар. Яғни жеке мектептер бар ғой, 3D мамандарын дайындайтын. Ондай жеке школаларда бүгінгі таңда көптеп ашылды. Әрбір қалалардан да деген сияқты. Бір жалғасты айта кетейін. Енді бізде осындай дүниелер болып жатқанмен сапа деңгей жағын әлем мойындап жатыр. Оның бір дәлелі Қасиеттер өткен Швейцариядан кезінде жұмыс алып, тапсырыс алып орындады. Яғни Индия мен Украинаның жұмыстарынан бұлардың жасаған жұмыстары сапалы, баға жағынан тиімді болғандығы үшін Швейцарияға жұмыс. Осы копродакшнға келсек, дәл осы жерде жақсы айттыңыз. Сосын Америкадан заказ алып істеп жатқан жігіттер бар Алматыда. Көп па бұл копродакшн жобалар? Енді басталды. Бұл өте жақсы тенденция. Расында да елімізде өте жақсы мамандар бар екенін ұмытпауымыз керек. Мынау сіздер анимация саласындағы мамандар, сонымен қатар мысалы үшін гейм дизайн несіне де фокустала аласыздар, бағыттала аласыздар. Ойын дизайны. Бағытталсақ болады, бірақ бізде қазірге ойын жағынан әлі дамып жоқ. Неге дамымай отыр? Ол шетелмен тек қана қазір жаңағындай біз алдымен анимацияның мәселелері толғандырып тұр да, біз қазір қазақтар мультфильм жасай алмайды деген сияқты тақырыпта жүрміз. Ал мамандардың арманы геймификация. Біз сол салаға дайынбыз негізінде, осы сала мамандары. Дегенмен де нарық әлі дайын емес. Мен мынандай бір теориям бар, сіздердің пікірлеріңізді алайыншы.
еліміздегі жаңағы гейм дизайн бөлімдері бар бірнеше университетте. Бірақ гейм дизайн әлі дамымай отыр. Бәрі ана жақта жаңағы график дизайнер анау болып жұмыс істеп жүр. Бұның негізгі себебі, мен ойымша, көбінесе бұл гейм дизайн бөлімі, ойын дизайн бөлімі IT факультеттерінде. Ал негізінде бұл өнер және медиа факультеттерінде болу керек. Оларға наррацияны үйрету керек, драматургияны үйрету керек, кейіпкерді қалай қалыптастыру керек екенін үйрету керек. Оны үйренбеген адам жай ғана бір техник не болады, маман. Тағы бір үлкен себебі бар. Қазір нарық ашық, әлем бір жерде өмір сүріп жатырмыз барлығымыз. Содан кейін мысалы анимацияға дубляж қажет болатын болса, гейм жаңағы сіз айтып отқан ойындарға дубляж қажет емес. Олар тілсіз жасалады, көріп отырсыз, музыкамен көркемдік ойнау. Сондықтан да олардың Қазақстанға барынша қосымша ретінде кіруіне барлық мүмкіндіктер жасалған. Қазір кез келген бала жаңағы түрлі сторлардан оларды көшіріп алып, ешқандай бір қажеттіліксіз отандық па отандық емес па шетелдік па қарап отқан жоқ. Бірақ оған да үлкен деңгейде назар аударатын күш келді. Өйткені балалар сол рухта тәрбиеленіп жатыр. Қазір балаларға қарап отырсаңыз, сол рухта тәрбиеленген балалардың қылығы да, істеген әрекеті де кейде ата-аналардың өзіне жат болып қалып жатқан жағдайлар бар. Ол бір кезде біз халық болып, ел болып анимацияның мәселесін көтердік қой. Тура сол сияқты геймификация мәселесінің күні туып отыр. Ол алдағы 2 жылдықта өте қарқынды талас болады, содан кейін бастап дамиды деп ойлаймыз. Сіз дұрыс айтасыз, өйткені Қытайда болсын, Америкада болсын, анимациялық кино университет деп аталады. Бізде кафедра болғанымызға шүкірлік етіп отырмыз ғой. Соның ішінде олар анимация, бөлек кафедра, анимация режиссурасы бөлек кафедра, комикс бөлек кафедра, сосын компьютерлік ойындар бөлек кафедра. Компьютерлік ойындар сол анимациялық кино саласына кіреді ішіне. Сондықтан бізде Еуразияда өте мықты компьютерлік ойындарды жасауды үйрететін мамандар бар IT-дің ішінде. Бірақ біз оны білмедік. Мен өзім Еуразияда тосыннан бір көрмеге барып, Еуразия ұлттық университет. Тосыннан көрмеге барып, мамандарды көріп таңғалдым. Бірақ олардағы кемшілік көркемдік жетіспейді. Кейіпкерлер қызық емес. Коллаборация бір-бірін кездестірмей жүр. Сосын біз олармен сол кезде танысып, байланыста болдық. Бүгінгі таңда бір толықметражды фильм жасап жатырмыз. Алла қаласа келесі жыл дайын болады. Солармен бірге параллель соның ойындарын жасау жағын бірге қолға алып жатырмыз. Өйткені небір талантты компьютерлік ойын жасайтын мамандар бар. Олар өздері бірігіп жасаған ойындар бар. Шетелдермен бірге жұмыс жасайды. Яғни екі сала алшақ, екі шекара бір елде тұрғанмен екі әлемде өмір сүргенбіз. Сол өзіңіз айтқандай, алдағы уақытта мемлекет оқу бағдарламасында сол компьютерлік ойын дегенді анимациялық кино саласына әкеліп қосса, тіпті керемет болар еді. Менің бір досым Түркияда ОДТÜ деген университет бар. Сол университеттің жанында осындай ойын индустриясы бар. Лабораторияда жұмыс істейді. Солардың ойындары әлемде ең көп сатылатын соғыс ойындарының бірі екен. Және бұл соғыстың ішінде дейді, көшпенділер бар дейді. Номад деген не бар, олар бәрі қазақтар дейді, маған айтады. Мысал үшін қараңыздар, сол ойынды өте жақсы бір неге айналдырып отыр жаңағы. Табыс көзін айналдырып отыр. Ол ойын туралы мен негізі жақсы білем. Оны 90 жылдары жаңағы IT технологиясы енді дамып компьютер енді шығып жатқан кезде бір ерлі-зайыпты түрік кісілердің бастап істеген жұмысы болған. Ол кезде қараған кезде өте нашар көрінетін. Бірақ сол кезде компьютерді енді көрген кісілерге ол жақсы болатын. Сосын кейін дамыды. Қазір мысалға мен білем, үлкен халықаралық сайттарда мысалға сценарий, жаңа кітап туралы, сол ойынның ішіндегі бір кейіпкерлер болады. Сол туралы вақиғаны жазады да, сосын әрбір $1 сатады. Олар 7-8 миллион долларға дейін шығады. Енді тура осы тақырып Қазақстан келгенде мен түсінген бойынша, бірінші бізде жалпы елімізде ойынды қатты ойнайтын мәдениет жоқ. Мысалы Корея болмаса басқа елдер болатын болса, олар ойынды қатты ойнайды, сондықтан әрбір адам ойынның қалай ақша табатынын біледі. Бірақ біздің халық пока оны қатты біліп отырған жоқ. Бір жағынан. Екінші жағынан, шынымен IT мамандарының ішінде жаңағы ойын деген нәрсе бар, бірақ ол бізбен көп байланысты емес болып тұр қазір анимациямен. Өйткені оның ойынның ішкі өзегі IT болса, оның сыртқа
қорабы, оның әдемілігі ол таза анимациядан келеді. Бірақ біз қазір мысалға менің өзімнен сұрасаңыздар, мен бірнеше айтишник жігітті қана танимын, осы уақытқа дейін олар ойынды істейміз деп осылай талпынып жүр, бірақ басқа адамдар анимацияның өзі қазір жанашырлары қатты көп емес, бірақ ойын ретінде олардың жанашыры вообще жоқ былай айтқан кезде. Сондықтан қатты бір көңіл бөлініп жатқан жоқ. Кейбір аттарын айтпай-ақ қояйын, бағдарламада жаңағы жарнама болып кетпесін. Кейбір мысалы үшін ойын приставкалары сатылады бізде Қазақстанда, бірақ мысалы үшін сол ойынды дисктерді Қазақстанның карточкасымен сатып ала алмайсың. Ресейдің жаңағы карточкасымен сатып алу керексің. Бұл да мысалы үшін өте онлайн сатып ала алмайсың да, бұл да өте менің ойымша үлкен проблема. Мен соңғы кезде жайлап осы ойын саласын қатты қызыққанымнан емес, тек қана осы медиа саласының маманы болғандығым үшін, білу үшін жаңа ойын ойнай бастадым. Және осы нәрсені байқадым, таң қалдым, яғни біз неге Ресейді байытып отырмыз. Өйткені ол ойындар арзан ойындар емес, яғни 10 мың, 20 мың теңге тұрады. Сол кезде сатып алайын десең, онлайн сатып ала алмайсың, тек қана барып, дүкеннен барып сатып алу керексің. Проблема. Бізде ол нәрсе бәрінің бастамасы ғой. Анимацияның проблемасы да анимацияның проблемасы басымыз атып отқан енді ойынның компьютер ойынның проблемасы қосылды дейсің ғой. Бірақ десек те, мен ойымша бұл бөгеттерді асып өтуге болады. Бұл процесс. Ол салаларда анимация қандай күйзелістерден өтті, қандай ізденістерде болды, оны өткізеді. Оған да біраз шулайтын боламыз, жасай алмаймыз, жасадық, үйрендік, олар да шетелге сатыла бастайды, сөйтіп айтып отырмын ғой, кішкене бұл процесске біз енді кіріп бара жатырмыз. Мамандар дайын отыр негізінде. Өз басым 4 елде сабақ бердім. Қазақстан, Қырғызстан, Америка және Түркияда. Расында да мақтанып айтып отырған жоқпын да, басқа жерлік қазақтар сияқты талантты студенттер көрмедім. Жоқ, расында да біз үнемі өзімізді қатты не қыламыз, жаңағы басып тастай береміз, бізде өте талантты студенттер. Ерке, басқаларға қарағанда өте ерке жастар, бірақ сонымен қатар өте талантты. Ол талантты потенциалымызды дұрыс қолдана алатын болсақ, демеу де келетін болса, әр жақтан көп асуды бағындырамыз деп ойлаймын. Тағы да енді мына мәселеге келсек, біздің анимациялық фильмдерімізде неліктен қыз балалардың бейнесі өте аз? Неліктен тек қана ер балаларды көреміз? Бұл сұраққа мен жауап берсем? Сіз қорғап отырған сияқтысыз. Көріп, алдын ала болжап. Мен бұл жағдайда өзім жауапкершілікті адам ретінде сезінемін осы процестерге. Бұл нәрселерге біз осыдан 3-4 жыл бұрын келдік бұл тақырыпқа. Қоғаммен бірге. Тіпті қоғамның алдынан келдік десек те болады. Мен өте бір қызық нәрсе айтайын. Біздің еліміздегі қайсы студия болмасын, бас кейіпкер қызды сала алмады. Мысалы, бізде өйткені бас кейіпкер әрқашан ұл болды, өзіңіз білесіз. Бар болса да мақтаншақ қыз, тұрмысқа шығу, барлық арманы тұрмысқа шығу болды. Қазір осы жерде отыр, 3 студия отыр, 3-еуі де режиссерлар еліміздегі белгілі айтатын шығар, бұл тақырыпқа біз қаншама дискуссия өткізіп, біз қазір бұл кезеңнің бәрінен өттік. Бізде қазір балапанда қыз кейіпкер өте көп. Және де бір жобада 2 кейіпкер болатын болса, екінші кейіпкер қыз болатын болса, ол жанамада кейіпкер емес, ол негізгі кейіпкер. Және де біз қыздардың түрлі стилистикада, түрлі образда, түрлі көзқараста болуы үшін мамандармен бәріміз бірге жұмыс істедік. Дәл бүгінгі күні, мысалы, Жәнібектің режиссерлығымен күлкі іздеген күнікей деген жоба шықты. Дилшаттың жүзеге асыруымен Пырақтар жобасы, сол жерде біздің негізгі кейіпкер болды. Қазір Алпамыс Қобыланды ертарғын түсіріп жатыр. Дәл қазір біз ертарғынның қыз бейнесін бекітіп жатырмыз. Мысалы, барлық жерде қыздар шешуші рөлде ойнайды. Сонымен қатар мына Қасиеттің өзі биыл Жібек деген супергерой қызды жүзеге асырып жатыр. Менің ойымша Жібек біздің осы супергерой қыздарды жасаудағы жаңа кезең деп ойлаймын. Бұл әлемдегі қыз кейіпкерлердің жаңағы сол тақырып әбден зерттеліп, сол тақырып әбден көтеріліп, бізге де бір жаңа сатыға өту керек болды. Сондықтан біз қазір Жібек деген сериалымызды жасап жатырмыз. Жібек деп аталады. Енді Жібек деген атау қазақ үшін өте
маңызды ғой, қыз жібек пен төлеген. Бірақ біз сол жібектің жаңа уақыты келгенін, жаңа тыныс ашылғанын көрсеткіміз келеді. Сондықтан да жаңағындай балапанда қыз кейіпкерлер жоқ деген ол стереотип. Біз қазіргі қоғамдағы трендтерді адамның қақы, құқы деген жаңа балапанда басталады дедік қой. Осы үшін алғашқы болып мамандарды шақырып, тіпті іштегі мамандардың да ойын өзгерту үшін біз көп жұмыс істедік. Өзіміз әдебиеттерді оқыдық, түрлі консультацияларға қатыстық, белгілі бір деңгейде осы саладағы психологтармен де, әлеуметтанушылармен де бәрін, бүткіл әлемдегі тенденцияларды зерттедік. Сондықтан да әлемде осы салаға байланысты мультфильмдерде қандай проблемалар болды. Білесіз, мысалы біздің барлығымыз алдыға тартатын Маша және Аю деген мультфильм бар. Әлемнің кейбір елдерінде ол мысалы тыйым салынған болып саналады. Бәріміз балалық шағымызда көрген Том және Джерри деген америкалық мультфильм бар. Қазір ол дисклеймермен шығады, адам құқықтарын жаңағындай аяққа таптаған жерлері бар, оны көру көрмеу сіздің еркіңізде дейді. Мысалы, нәсілшілдік, адам құқықтарын аяққа таптаудың жаңағы белгілі бір деңгейде қатыгездікті тудырудың барлық жаңағы тенденциялары сол мультфильмдерде бар. Сондықтан да біз оның бәрін зерттеп отырмыз. Тіпті мына көрші Ресей жақында «Ну, погоди, зайцтың» жаңа маусымын түсіру арқылы, осы бастаманы көтеру арқылы үлкен сынға қалып отыр әлемдік қауымдастықта. Ол да Том и Джерридің жаңағы қайта-қайта ұстап алып совет версиясы ғой. Сондықтан да тіпті ондай дүниелердің барлығы зерттеліп, сол саланың мамандарымен талқыланып, тіпті тек қана жаңа сіз айтып отқан гендерлік мәселе емес, адам құқықтарына қатысты кез келген мәселе балапанда мамандармен талқыланып отырады. Оны мысалы дәл қазіргі жағдайда мен ол процеске өзімді жауапты сезінгендіктен мен оған толық жауап бере аламын. Адам құқықтары демекші, осыдан 1-2 ай бұрын жаңа балалар құқықтарына байланысты, заңға байланысты көптеген жаңа пікір таластар туды. Сіздер енді балалармен тікелей жұмыс істеп жүрген мамансыздар. Сіздердің ойларыңызды білсем, мысалы үшін, расында да Қазақстанға балалар құқықтарын қорғайтын заң керек пе? Ол керек, міндетті түрде керек. Енді біз аниматор ретінде болмаса осындай контент дайындап жатқан адам ретінде жаңағы осы балапанмен істеп жатқан проекттерде осы нәрсені көп көрсеттік. Мысалға Бетперделі батыр болды бізде. Соның бірінші бөліміндегі тақырып жаңағы бізге келіп жатқан пандемия туралы болса, екінші бөлімдегі тақырып балалар өзін қалай қорғау, болмаса өзінің құқығын қалай білу. Сол тақырыпта біз көптеген бөлік нәрселерді істедік. Енді жалпы айтқан кезде балалардың осы уақытта мысалға осы елімізде дегенде балалар өздерінің құқығын жақсы білу керек. Және олар толықтай қорғалу керек. Ол нәрсе негізі біз қазірге дейін анимациялық фильм істеп шыққан кездегі алғаш тұратын бір ұстанымдарымыздың бірі. Сонымен бірге қосымша айта кететін және балалар құқығы туралы болғанда біз кей нәрсені асыра сілтеп алмауымыз керек. Еуропада, Америкада бала құқығы былай мұншалық деңгейде қорғалады екен деп. Бірақ біздің өзіміздің дәстүрлі қалыптасқан, өзіміздің бала тәрбиесінде дәстүрлі қалыптасқан ерекшелігіміз бар, жолымыз бар. Қандай ерекшелік? Мысалы үшін бәрі де айтып жүр ғой, жазушыларымыз, ағаларымыз болсын, өзімізде бала кезден соны естіп өстік. Бізді де ұрды дейді. Жоқ, обал болады, ұят болады. Әрине. Ол бірақ сондай тәрбие ретінде бар. Ал бірақ бала үлкен адамның алдын кестеп жүрмейді, үлкен адамға бірінші сәлем бер. Ол міндетті түрде болады. Ал үлкен адам ал енді өткенде заңда бір шет жағасын мен толық оқымадым, көрмедім, шет жағасын Facebook, Instagram'нан жаңалықтан көріп қалғанда бала өзінің әке шешесіне арыз жазып, неғылып соттаталады, былайша айтқанда. Ол деген соттаталады болғанда кішкентай ұрысса деген сияқты да. Не болмаса планшетін тартып алсаң сен баланың, ондай болса баланы сен ойын ойнау мүмкіндігін шектедің деген сияқты. Ол жаңағы ол заңға қарсы адамдардың шығарған өсек аяң еді. Өсек аяң. Сондай нелер болғандықтан соны абайлау керек біз. Ертеңгі күнде баланы бөлек ата-анадан екеуінің ортасына бір шекара қойып тастайтындай деңгейде болмасын деген үміт біздікі де. Ол жерде расында да сондай еді, жаңағы тек қана осы құқыққа балалар құқығы заңына қарсы адамдардың шығарған көптеген өсек аяғының нәтижесінде расында да бұл өте маңызды заң дұрыстап пікір таласқа түсе алмады. Ал енді сіздерге, жалпы аниматорларға қандай сын келіп жатыр қоғамнан? Сол сындарға құлақ асып жатырсыздар ма? Бірінші кезек сұрайды кез келгені.
Шрек сияқты мультфильмді қашан жасайсыңдар? Қашан жасайсыз? Тура солай. Сәрсенбі десеңші. 80 минуттық мультфильм ғой, қанша уақыт жасайсыңдар десе, 2 жылдай болса, жақсы 1,5 жыл уақыт берсе де үлгіруге болады десең, неге соншама ұзақ уақыт дейді. Іс жүзінде Америкада шығып жатқан 80 минуттық мультфильмді жасау үшін кемінде 4 жыл, 5 жыл, керек болса 8 жылға дейін уақыт кетеді. Ол бірінші нәрсе. Сонымен бірге қаржыны айтсақ, о жақта 200 миллион, 300 миллион долларлап қойылады. Бір толық метраж мультфильмге. Бізде бір толық метраж мультфильмге 2 миллион доллар бөлінсе, аспаннан алтын жауды дегенмен бірдей нәрсе. Сондықтан барлық нәрсе ақырын ретімен келеді. Бізде мамандар бар, және өзіңіз де айтып отырсыз ғой, мен де таңғаламын. Бізде небір таланттылар, әлемде деңгейде мүмкіндіктері бар. Яғни бір толық метражды мультфильмді 1,5 жылда 1 жылда істеп шықты. Мұзбалақ бар, күлтегін бар деген сияқты. Соның өзінде де ол жақсы жетістіктерді, жақсы сапаны көрсетті. Ал қаржы жағын айтпай-ақ қояйық, одағы өте аз әлемдік деңгеймен салыстырғанда. Сонымен бірге өзіміз тәжірибеден алмасып, Пекин кино академиясында болдық студент кезімізде. Сол кезде біз курстық жұмыстарды апардық. Бізде дипломдық жұмысты студенттер бір адам 3 минут, 5 минут қысқа метраж, 10 минут, 15 минуттық мультфильм жасап шығады. Ол жерде режиссер өзі, раскадровкасын өзі салады, негізгі анимациясын өзі істейді, үлгермеген жағдайда өзге студенттер көмектеседі, монтаж бәрін бір адам істеп шығарды. Ал ол шетелде, Америкада болсын, Европада болсын, ол жақта бір адам режиссер болса, сценариймен режиссермен ғана айналысады. 5-6 адам анимация істейді, 5-6 адам фон салады, бір-бірін білмейді. Бізде бір адам универсал бәрлігін алып шығады, таңғалды ғой. Бір адам қалай сондай бола ма деп олар деген. Жаңа мамат бөлді. Бірнеше қолы бар. Қалай істейсіздер? Сондай болуға тура келіп отыр. Бірақ бүгінгі таңда сол студенттер халықаралық шетелде де конкурстардан орындар алып, өз мүмкіндіктерін көрсетіп дәлелдеп жатыр. Керемет. Осы тақырыпта басты бізге қойылатын жаңағы нелер ғой, неге сондай деген. Бізге көп сұрақ қойылады, сіздердің кейіпкерлеріңіз неге құбыжыққа ұқсайды, болмаса неге адам жеймін деп айтады деп. Біз айтамыз, ол біз емес, ол ертөстікте солай болып жатыр. Сондай дүниелері бар шығарылған. Бірақ ертөстіктегі, ертегі расында да модерн кезеңде шықпаған, орта ғасырда расында да бір нәрсе жейм деп айту әдет болған кезеңде шыққан нәрсе. Оны бір трансформациялауға болмайды? Оны қараңыз, ол нәрсені нақтылы баяндап жіберейін. Ол дүние негізі ертегісін бәріміз білеміз. Ертөстіктің ертегісінде Ерназар ертөстікті тауып алады да, мен мынаны жеймін деп айтпайды, ондай уақиға жоқ вообще. Бірақ фильмде солай түсіріліпті. Ол ерте кезде бір студент түсірілген дүниесі екен, бірақ сол кезде мен таңғалғаным, бір ата-ана шығып, болмаса бір халықтан көп кісілер шығып, ол туралы неге солай болады, мынау қандай бір тәрбие деген сұрақ не болған жоқ. Ертөстіктің тақырыбында біз 2012 жылы ол кезде мен Балабай деген проектін жасап шықтым. Сол кезде қазақ анимациясы қандай болып жатыр екен көре қояйық деген кезде сол ертөстік фильмін көрдік. Және Ерназар даладан аңға шығады, аң тауып алмай, бірақ бала тауып алады. Үйіне келді, сосын әйелін айтады. Құралыстардың жобасы ма? Иә, мынаны баланы пысыр, мынаны жейміз деп, сосын анау түсінбей тәте, неге оны жейсің, ол адам ғой деп. Жоқ, оның атын серік бірдеңе қойсақ оны жеуге болмайды, бірақ біз төстік деп айтсақ оны жеуге болады деп. Сондай нәрсе, сосын ол кейіпкерлері өте қорқынышты, сондай ол жалпы. Сөйтіп біз сол дүниені көрдік те, сосын енді бұны кімдер жасаған екен деп, жаңағы Краус деген кісілер жасапты. Сосын Фейсбугына кіріп қалсақ, ол кісілер енді өте салауатты түрде біз қазір енді нені тағы бір қозы-көрпеш баян сұлу жасайық деп жатырмыз. Біз жасамаңдар. Енді ол нәрсе солай шыққан шығар, жаңағы артистің қолынан. Бірақ оған халықтың болмаса қоғамның жалпы жауапкершілігі бар. Ол нәрсені қарау керек, ол нәрсеге айту керек. Жалпы бүгінде біздің істеп шыққан нәрселерге негізі халықтың көптеген аңысы болу керек. Ол нәрсеге көңіл бөлу керек. Өзінің баласы не көріп жатыр, қандай тәрбие алып тұр, оған өте бір жоғары деңгейде қарау керек. Сондықтан мен ойладым сол кезде жаңа ертөстікті көріп, ешкімнің жайше қазақтардың істейтін анимациялық фильм осындай нәрселер екен деп қана сондай бір аңыспен ғана қоя қоятын болатын болса, ол негізі біздің халық ретінде дұрыс нәрсе істеліп шыққан жоқ деп. Қазіргі жағдайда ең басты соққыны алып отқан негізі балапан телеарнасы ғой, кез келген сын, бірақ бізге келеді. Дегенмен де ол сындардың
90% дейікші, ешқандай бір ақиқатқа құрылмаған және эмоциямен айтылған дүние болып шығады. Бізге сын айтқан кез келген адам біздің телеарнаны көрмеген болып шығады. Осыдан 2 жыл бұрын немесе 1 жыл бұрын бір көріп қалған менің мысалы маман ретіндегі өтінішім міндетті түрде тақырыпты зерттеу керек. Балалармен отырып бірге қарау керек. Және ол мультфильмнің үлкен адамға емес балаға арналғанына назар аудару керек. Кейбір кезде баланың қабылдау деңгейі түрлі болады, ол баяу қарау керек, оған қолданылатын түстер болады. Ал біздің үлкен кісілер көп жағдайда мына мультфильм маған ұнамады деп айтады. Бірінші кезекте ол мультфильм үлкен адамға ұнау шарт емес. Ол маман, оның талап қойып отқан, жаңағы сын айтып отқан мультфильм 1 жастағы балаларға арналған, түсінесіз ба? 1 жастағы балаға контентті берудің өз заңдылықтары бар. Ол жерде кәдімгідей кітаптар шыққан оған арналған. Ал ол үлкен ата-ана маған ұнамады деп айтады. Қазіргі сындардың дені Ал орынды сын еш болды ма? Орынды сындар әрине болады. Орынды сындардың бәрін дер кезінде біз қараймыз. Ол мысалы хронологияға байланысты болуы мүмкін. Және ол тақырыптар әлі де таласты болуы мүмкін. Мысалы Әбу Насыр әл-Фараби деп айтамыз ба, Әбу Насыр деп айтамыз ба деген сияқты жаңағындай. Сонымен қатар хронология, Ахмет Байтұрсынұлы 21-ші жылы бітірді ма, 22-ші жылы бітірді ма деген сияқты сандарға байланысты. Ондай жағдайда біз міндетті түрде өзіміздің ішімізде комиссия құрып, міндетті түрде оны кешірім сұрай отырып жүзеге асырамыз. Ондай қателер ол тарих болған соң міндетті түрде болады. Дәл қазір көріп отырсыз ғой, біздің телеарнаға тек қана жай баланы дамытатын, көңілін көтеретін контент емес, тарихи контент, өте ауқымды контент жасауға тура келіп отыр. Біз тарихты түгендеумен айналысып жатырмыз. Қазір мемлекеттің мысалы айтқысы келген үлкен идеяларын жүзеге асыратын арна болып отырмыз. Сондықтан да бұл жерлерде үлкен жаңағы цифрлармен жұмыс істейміз, біз кейіпкерлермен жұмыс істейміз. Сол арада сындар болып жатса, біз міндетті түрде ескереміз. Бірақ мен айтқым келетіні жаңағы Шрек қашан түсіріледі, Голливудтағы жұлдызды мультфильмдер қашан түсіріледі деген, ол өте орынсыз сындардың бірі. Ол бізде түрлі деңгейде көтеріледі. Мен сізге айтайын, мемлекеттік деңгейде бізге кейде хаттар, жаңағы халықтың арыз шағымы айналып өзіме келеді ғой, өзімізге келеді. Сол кезде біз шын айту керек, мамандар күрсінеміз. Өйткені ол деген жаңағындай бір ғана сала ауқымында шешілетін мәселе емес, ол өте кешенді проблема үлкен. Оны шешу үшін үлкен мамандардың тобы жұмыс істеп жатыр. Дегенмен де оған уақыт керек. Уақыт керек. Өткен жолғы бағдарламаңызда айтқам, әр нәрсенің өзінің табиғи, тарихи, әлеуметтік даму кезеңі бар. Бізден бір реттен жаңағы Голливудтың, Диснейдің жұлдызды жаңа мультфильмдарын сұрайды. Біз оған міндетті түрде келеміз. Бірақ қазіргі жағдайда біз мамандарымыздың жаңағы бір маман ғана емес, бізде белгілі бір деңгейде 10 маманның міндетін атқарып отқан мамандар болып отыр. Мысалы, бұл мамандардың өзіне халықтың алдына шығып, өзін қорғау үшін жаңа халықтың алдына шығуды да үйренуге тура келеді. Шын айту керек, олар студияда отыру керек еді ғой. Бірақ бұл кісілер біз қайраткер деңгейіне көтеріліп, өздерінің құқықтарын қорғап, өйткені белгілі бір деңгейде бізге басқа салаларды игеруге, дауласуға, дәлелдеуге, кейбір кезде экономист болуға, кейбір жағдайда әлеуметтанушы, кейбір жағдайда психолог болуға тура келіп жатыр. Ал егер шын мәнінде біз өзіміздің жұмысымызды ғана істеп отырсақ, онда сынның астында қалар едік. Қазір сынның ең жақсы түрі ол диалогқа келу, түсіндіру. Рахмет, рахмет. Мынау ЮНЕСКО 70-ші жылдары балаларға бағытталған медиа үшін этикалық кодекс шығарады. Бұл этикалық кодекс бойынша есімде қалғанын айтайын. Жаңағы балалардың пікірімен санасу деген пункт бар. Бұл өте маңызды. Дилшат мырза, сіздерде мысалы үшін бұл продакшн жасаған кезде балалардың пікірімен санасасыздар ма? Белгілі бір социологтардан пікір аласыздар ма? Немесе өздеріңіз бір зерттеу жасайсыздар ма? Әрине, мен өзім 2 қызым бар. Мысалы, солардың несіне қараймын, қалай қабылдай ма, қабылдамай ма. Мысалы, балапанның арнасында бір программа болды, солай өз кейіпкеріңді сал, біз қараймыз деген сияқты. Олар өздері саралып, біз қараймыз, соған келтіреміз. Мысалы, әрине біз балаға қараймыз, ол қалай әсер етеді балаға. Әсіресе мамандардың пікіріне өте жіті назар аударатын студияның бірі. Үлкен жаңағыдай ауқымды мамандардың көмегіне міндетті түрде сүйенеді. Ұнамай ма? Психологияны әрине өзімізде зерттейміз. Біз айтып кетеміз, түстер қалай әсер етеді, қай түс қандай неге
настроение береді. Иә. Бәрін зерттейміз, бәрін зерттеп келіп, психологтардың бәрін қосып, сонда бір сценарийлар жазып, бізден кейін балапан арнасы оның бәрін тексеріп шығады. Бола ма, болмай ма, мынаны алып тастау керек, мынаны қосу керек. Соңғы сұрағым, уақытымыз да аз қалыпты. Аниматор, анимация саласының маманы. Болашақтың мамандығы ма? Міндет. Өйткені атым ұтып отырмын бір айтқан. Бүкіл өнер саласы дамып, ең биік шыңына жеткен кезде анимациялық кино саласы ендіден дами бастайды. Өйткені анимациялық кино саласы барлық өнердің тоғысқан жері. Бүгінгі кино саласының әлемдік киноларды айтатын болсақ, соның ішінде бүкіл анимациялық киноның мүмкіндіктерімен жасалады, яғни. Енді анимация саласы жалпы былай айтқанда әлемде ол кассалық түрде өте жақсы дүние. Ал Қазақстан үшін алып айтқанда, болмаса барлық ел үшін алып айтқанда, ол идеологиялық тұрғыда тағы да бір жақсы дүние, тәрбиелік тұрғыда тағы да бір керемет дүние. Сондықтан ол ешқашан өлмейді, ол тек өсе береді. Сондықтан ол болашақтың мамандығы деп айтуға болады. Дильшат мырза? Әрине, мысалы қазір контент жағынан қарасақ, қазақ тілінде қазақ анимациясы өте көп керек бізде. Мысалы, біз мынандай контент болсақ, әлем мынандай контентті, мысалы, сол үшін игеруіміз керек. Иә, даму керек. Балапан арнасының, YouTube арнасының уже миллиондан асқан подписчиктер бар, мысалы. Әрине, біз оған қуып жетіп, асып түсу керекпіз. Даму керек анимация. Жалпы анимацияның барлығы назар аударуға тиісті бір өзгешелігі бар. Ол біз аңсаған қоғамдарды жасайтын үлкен визуалды шешім негізінде анимацияға тек өнер, басқа дүние. Біз мысалы ғалымдар енді зерттеуге кіріскен нәрселер анимацияда қозғалып шешімі табылып қойды. Ақырын қарап отырсаңыз, анимацияның жүріп өткен жолынан әлем кетіп бара жатыр. Сондықтан да бұл жерде бір үлкен тылсым бар, болашақтың бәрі сонда деп айтқым келіп отыр. Рахмет. Иә, қадірмен көрермен, біз бүгін балалар анимациясы жайында сөз қозғадық. Келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.